Сәлем достар, қалайсыздар? Базаларымызына жаңадан обложка жасайтын боламыз. Бізге бүкіл материалдарды жіберіп қойды. Тізім оқиық, тезисті бізге примерно осындай белгілік. Тиктоктан белгілер болмау керек. Өте әдемі жарық. Енді бізге шрифт берілген, осындай жарылсын деп. Бұны қайдан жазамыз? Мен барып тұрсақ, бұны қалай істеген көмді. Размытый. В общем, бұл бізге келмейді. Өзіміз жасайтын боламыз. 19 жылдан басымыздан істеп алдық. Енді бізге қайтадан ол істеу керек. Артын қара қоңға боямыз. Артқа қарай жүреміз. Граф кальмара. Бізге кальмар деген сөзді қиып алу керек. Контурды аламыз. Өйткені мен кириллица дейді. Соны таппадым. Сөйткен осылай амалдаймыз. Кальмар бізде дайын. Міне. Кальмар. Қия саламын. Мен ағылшыншасын ғана таптым, яғни латыншасын ғана. Сөйткен қазір шрифт орнатамыз. Шрифт орнату үшін текст басамыз. Мына жердегі даже болмамыз деген жерге кіреміз. Загрузить шрифт дейміз. Кемовский шықты. Текст басамыз. Тағы басамыз. Жүргізілі. Достар, мен жалғастырамыз записті. Егер не профессиональный болса, кешіріңіздер, айып етпеңіздер. Видеоны түсіруді айтамын, Photoshop профессиональный ғой. Мен онлайн фотошопта жұмыс істеп жатырмын, сол себептен менде үлкен жесткий проблемалар көп. Әрине ақша жоқ. Ақша төлеп отырайын десем, мысалы міне мына жерден проблема кетіп жатыр. Қайда ол? Былай істейміз, және кальмар дегенді мына жаққа шығарып алайық. Мен қайтадан Ctrl-I мен мына жерде тұрған, көріп тұрсыздар ма? Сол жерге келесіздер, Ctrl-I. Бұл кезде ол инвертировать етеді, кері түске ауысады. Сары болса көк, көк болса сары, ақ болса қара, қара болса ақ. Міне кальмар сөзін алдық, мында қоямыз. Сосын ортасына. Кальмар бізге енді ойын деген сөз жазу керек. Енді бізге бұның несін келтіру керек? Размері. Ол үшін шейін алайық. Мында қойып. Текстке керек. Шығарып алайық. Көрініп тұрсын, ол болды. Енді үшеуін таңдаймыз. Сосын размерін түсіреміз. Примерно қанша деген бар. Жоқ. 5 платшар. Көтереміз. Сосын келеді. Прозрачность азайтсақ, бізге сәл түсіру керек дейді. 140. Ба? 133 ба? 130 шамамен болады, я. Ана папкалардағыларды өзгеріп көрдіңіздер ма? Бұл жерде біз слоймен жұмыс жасағандықтан бізде shift деген бар. Shift деп жазылып тұрады клавиатурада. Соны басып тұрасыздар да осылайынан бірінші және үшінші слойдың ортасынан.
үшіншісіне баса саласыз. Ортасына кеспейсіз. Ортасына өзіп кетесіз. Мысалы қараңыздар, мен бакграунд деген тұр ғой, қара, ең соңғысы. Содан үстіне дейін барам, саусақтап барам, нұсқалап жіберді. Мушканы, сосын shift басып, баса салам. Сонда барлығы белгіленеді. Мына настройкадан мен өзгертсем, олар барлығына да қолданады деген сөз. Ctrl-J, сосын Ctrl-T. Оны барып мына жерге алып келеміз. Бізге V-A деген әріпті өшіп жасай керек керек емес. Солай төртті қайтадан кіргіземіз. Ол шамамен осы жерге қоя саламыз. Сосын қасына I деген әріп керек жоқ. Мұндан бір палочка сұраймыз қарызға. Ctrl-J, Ctrl-T. Оны бізге қайтадан смарт объектке айландыру керек, себебі бүкіл ауқымды алып келіп жатыр. Егер бұлай смарт объект болса, күлі кішкентай. Оны осында қоя тұрамыз. Осылай. Бізде A деген әріп шамамен пайда болды. Осылай аламыз. Енді I деген әріпті қарастырайық. I деген әріп. Бізге текстура керек. Спарк. Осы сайт арқылы атын қоямыз. Копировать ее в режим.
осымен видео аяқталды. Видео болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Мен осы каналды ашу мақсатым қазақ тіліндегі контентті дамыту және де өзімде орыс контентін көремін, Ресей. Сол бойынша Қазақстанда дизайн контенті бойынша ютубта каналдар өте аз, бұрын болған. Олар просто тастап кеткен. Мен де солардың қатарына қосылайын деп едім. Тастап кету емес, мақсатым не болса да тұрақты түрде осылай бөлісіп отыру. Осы мақсатқа жету үшін мені қолдап кетсеңдер болады. Ал қазір результатты көрсеңдер болады. Процесспен қоса. Мен кеттім.